Сәлем достар, сіздермен мен Береке. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай әп-әдемі болып шығатын, тез дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны және 1 жұмыртқаның сарыуызын салып аламыз. Үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі маста болғанша араластыратын боламыз. Яғни біздің қантымыз түйіршіктеліп қалмау керек, біркелкі араласу керек. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Енді ванилинімізді, шым тұзымызды, разрыхителімізді салып, және де белгіленген мөлшердегі ұнның 2 ас қасығын салып араластыратын боламыз. Достар, мен қай заттың қанша мөлшерде екенін барлығын описаниеде жазып өтетін боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Енді барлығын жақсылап араластырамыз да ұнның қалған бөлігін салып қамырлейміз. Ұнды еліктен өткізіп салуға міндетті түрде еліктен өткізіп салыңыздар, себебі біздің печеньелеріміз көтерілмей қалуы мүмкін. Барлығын бірден салып жібермейміз, яғни бізде жұмсақ қамыр илену керек, сондықтан 2-ге 3-ге бөліп салуға тырысыңыздар. Бірінші осылай кішкене қоюланғанша қасықтың көмегімен араластырамыз, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде кішкене қолға жабысады, бірақ ештеңе етпейді. Бастысы қатты болып қалмау керек. Енді осындай сопақша тәріздес етіп аламыз да печеньемізді бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен жалпы 6 бөлікке бөлетін боламын. Енді әр бөлікті осындай ұзынша тәріздес етіп жасап шығатын боламыз. Ешқандай жаюдың да керек жоқ. Дәл осылай ұзынша етсек, осынша мөлшерде біреуін кесіп алғаннан кейін қалғанын соған қарай кесіп, барлығын дайындап аламыз. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын. Енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз, 15 минутқа қоямыз. Мінекей біздің печеньелеріміз 15 минутта пісіп шықты. Өте әп-әдемі, осылай түрі де әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің рецептімен жасасаңыздар, дәл осылай шығады. Және де өте тез дайындалады. Менің каналыма жазылып, қолдап кетіңіздер.